Саламатсыздарбы балалар? Бүгін өтетін сабағымыз 99 сабақ. Екі амалмен шығарылатын есептер. Сен көбейту мен бөлуге берілген екі амалмен орындалатын есепті шығаруды үйренесің. Бірінші, есепті оқы, оның қысқаша жазбасына және шешуіне қара. Наурыз мерекесінде Айжан екі мақал айтты. Ал Мадина одан екі есе артық мақал айтты. Самал Мадинаға қарағанда екі есе кем мақал айтты. Самал неше мақал айтты? Бірінші, Мадинаның айтқан мақалын шешіп аламыз. Ол үшін 2-ге 3-ті көбейтеміз. 2 3 6. Бұл бірінші амал болды. Екінші амалымыз, енді Мадинанікі 6 мақал болса, Самал Мадинаға қарағанда 2 есе кем. Яғни 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Самал 3 мақал айтты. Бұл екінші амал болатын. Екінші есеп. Есепті шығар көрмеде 8 қыш құмыра және одан 3 есе артық тоқыма кілемдер болды. Көрмедегі қыш құмыралар кілемдерден қанша кем? Яғни 8 қыш құмыра болса, 3 есе артық болса көбейтеміз. 3-ке 8-ді көбейтеміз. 3 8-ін 24. Тоқыма кілемдер 24 болды. Көрмедегі қыш құмыра кілемдердің қаншаға кем дейді? Қыш құмырамыз 8, яғни 24-тен 8-ді аламыз. 16. Шешу былай болады екен. Бірінші 3 пен 8-ді көбейтіп 24, 24-тен 8 алам 16. Қыш құмыралар кілемдердің 16-сы кем. Үшінші есепте Саят жұмбақтар мен өлеңдерді жаттауға 55 минут жұмсады. Ол жұмбақтарды 15 минутта жаттады. Яғни, жалпы 55 минуттан 15 минутта алып тастаса 40 минут болды. Яғни, өлеңдерді ол 40 минут жаттаған. Ал әрбір өлеңді жаттауға 8 минут уақыт жұмсаса, Саят неше өлең жаттады? 40-ты 8-ге бөлсек, Саят 5 өлең жаттады деп осылай шешсек болады. Не балалар? Келесі. 4-ші есепте, есепті шығар. Әселде 50 теңге және 20 теңге болды. Ол 60 теңгеге карандаш сатып алды. Әселде неше теңге қалды? Бірінші Әселде жалпы қанша теңге бар екен білу үшін 50-ге 20-ны қосамыз, 70 теңге дейміз. Ол 60 теңге карандаш алса, 70-тен 60 азайтып тастаймыз 10 теңге. Әселде 10 теңге қалды. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Біз ары қарай жалғастырамыз. 5-ші есеп. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр, олардың мәнін тап. 32 12-ні қоссақ 45. 45-те 5-ке бөлсек 8. 5 4-ім 20. 62-ден 58 алсам 4. 4 5-ім 20. 35-ті 7-ге бөлсем 5-тен 3 5-ім 15. 6-ші есепте амалдарды орында. 6 дециметрден 2 дециметр 4 сантиметрді аламыз. Бұл жерде дециметрден дециметрді азайта саламыз. 6 дециметрден 2 дециметрді алсақ 4 дециметр қалады. 4 дециметр 4 сантиметр. Екінші есепте 1 центнерден азайтамыз 7 килограмның 4 есесін. 1 центнерде бізде 100 килограм бар, 4 7 28, 100 килограмдан 28 алсақ 77 килограм қалады екен. 5 жыл 4 ай, 3 жыл 13 ай дейді. 5 жыл 4 ай, бізде 3 жыл 13 ай дегеніміз 13 айда 1 жыл бар, 1 жылды 3 жылға қосамыз, 4 жыл 1 ай шығыптыр. 4 жыл 1 айды 5 жыл 4 айдан азайтамыз. Сонда 1 жыл 3 ай қалады екен. 25 жыл 6 жылды 3 еселейміз. 6 жыл 18, 25-тен 18 алсақ 7 жыл. 7-ші есеп. Есепті шығар. Концертке 3 қыз қатысты.
Бұл ұлдарға қарағанда 3-ке кем. Концертке қатысқан ұлдар саны қыздарға қарағанда неше есе артық. Яғни бізде ұлдардың саны белгісіз. Ұлдарға қарағанда қыздар 3 есе кем болса, белгісіз санын 3-ті азайтамыз. Бұл қыздар саны шығып тұр. Енді белгісіз санды табу үшін біз 3-ке 3-ті қосамыз 6, яғни ұлдар саны 6 болып тұр. Ал қыздар қанша есе болатын болса, қыздар 3, ұлдар 6 болса, есе артығын табу үшін бөлеміз бір-біріне, 6-ны 3-ке бөлеміз 2-ден. Жауабы ұлдар қыздарға қарағанда 2 есе артық. 8-ші есепте ойлан тап. Әдебиеттік оқу сабағында Айбек, Лаура, Мәди және Гүлзат қазақтың ұлттық киімдері туралы білетіндерін айтты. Айбек, Лаура, Гүлзат шапан туралы айтқан жоқ. Айбек, Лаура, Гүлзат шапан туралы айтпаса, Мәди шапан туралы айтқан демек. Сәукеле туралы Айбек пен Гүлзат айтқан жоқ. Яғни Лаура мен Мәди айтқан. Лаура деп алайық. Айбек камзол туралы айтқан жоқ. Айбек камзол туралы айтқан жоқ. Яғни Лаура айтқан камзол туралы, Мәди айтқан камзол туралы, Гүлзат айтқан. Балалардың қайсысы қандай ұлттық киімдер туралы айтқан? Демек, Айбек тақия туралы айтқан. Лаура камзол мен сәукеле туралы айтқан. Мәди сәукеле мен шапан туралы айтқан. Гүлзат камзол туралы айтқан деп алсақ болады, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.